Жыл басынан бері 300-ден астам ақтаулық жасөспірім құқық бұзған. Бір айда 6 жасөспірім есепке алынса, 14 жағдайы нашар отбасы балаларына түсінік жұмыстары жүргізілді. Қазір 130-дан астам жасөспірім ювеналды полицияның есебінде тұр. Сондай-ақ кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында 15 тәрбиеленуші бар. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің баптарына сәйкес, яғни кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуына жол беру, ұсақ бұзақылық, алкогольдік ішімдіктер ішу немесе қоғамдық орындарға масан күйде келу, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруін түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерде болу, тыныштықты бұзу, қалалардың және елді мекендердің аумақтарын абаттандыру қағидаларын бұзу, сондай-ақ инфрақұрылым нысандарын бұзу, қала мен елді мекендердегі жасыл желектерді жою және бүлдіру, жаяу жүргіншілер мен жол қозғалысына басқа да қатысушылардың қозғалысы ережелерін бұзуы сияқты баптары бойынша 315 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.